Алдар көсе кім? Ол шын өмірде болған ба? Men aldarmın, Jerminkiga barganmın. Türlü gajabın, көріп келем базардың. Балаша. Бала кезімізден ертегіден мультфильмдерден Алдар көсе деген кейіпкерді жиі көрген шығармыз. Біреуге күлкілі, біреуге тапқыр, біреуге айлакер адам сияқты көрінеді. Бірақ көп адам ойланбайтын бір нәрсе бар. Ол өзі кім? Видео басталмас бұрын лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазыла кетіңіз. Бұл мен үшін келесі видеоның шығуына үлкен қолдау. Қалай шаршап қалдың ба? Өзің де сезіп жатқан шығарсың. Бұл мекеден әкелген зәмсәм суы қалай есіңде жейдің ба? Ал енді тұра. Ой, қалай міне. Тұра. Алдар көсе қазақ әдебиетіндегі ең танымал кейіпкерлердің бірі. Ол байларды алдап, сараңдарды ұятқа қалдырып, әлсіздерге көмектесетін, тепе-теңдікті ұстаған адам ретінде суреттеледі. Яғни ол әрдайым әділетсіздікке қарсы тұрған бейне. Бірақ ең маңызды сұрақ, Алдар көсе кім? Ол шын өмірде болған ба? Осы сұраққа нақты жауап берейік. Талай адамдар бұл адам расымен өмір сүрген дейді. Кейбіреулер тарихта дәл осындай тапқыр, айлакер адам болған деп сенеді. Алдар көсе туралы осындай алып қашпа әңгімелер көп айтылады. Бірі оны шын болған десе, бірі ертегі дейді. Ал шын мәніне келер болсақ, тарихи деректер бойынша Алдар көсе нақты бір адам ретінде дәлелденбеген. Яғни ғылымда, архивтерде мынау нақты өмір сүрген Алдар көсе деп растайтын құжат не жазба жоқ. Көп зерттеушілер оны фольклорлық образ дейді. Яғни халықтың ойынан, қиялынан туған кейіпкер. Бірақ бір маңызды нәрсе бар. Кейбір ғалымдар айтады, ондай кейіпкер бір ғана адамнан шықпауы мүмкін. Керісінше әртүрлі заманда өмір сүрген тапқыр, айлакер адамдардың оқиғалары жиналып, бір образға айналған. Уақыт өте халық оны бір есіммен Алдар көсе деп жинақтап жіберген. Алдар көсе? Аты да мықты екен. Сондықтан оны екі түрде түсінуге болады. Біріншісі нақты тарихи адам емес, екіншісі бірақ оның артында өмірде болған ақылды, тапқыр адамдардың ізі бар болуы мүмкін. Шын өмірде бірақ Алдар көсе болмаса да қазақ әдебиетіндегі ең танымал кейіпкерлердің бірі. Ол туралы қаншама ертегі айтылды, ауыздан ауызға тарады, кітаптарға кірді. Кейін мультфильмдер мен фильмдер түсіріліп, жаңа ұрпаққа да таныс болып келеді. Бір амалын тапқан сияқтымын, тақсыр. Кеше жегеннен артылып қалған екі тандырынан бар емес пе? Соны берсеңші. Басыма жастан жатайын. Бір қызығы, ол нақты тарихи адам болмаса да, оның бейнесі халықтың жүрегінде әлі күнге дейін өмір сүруде. Өйткені ол әрдайым тапқырлықты, ақылды, сөзбен жеңе білуді көрсететін кейіпкер ретінде есте қалған. Сондықтан Алдар көсе тек ертегідегі образ емес, қазақ мәдениетінің ажырамас бір бөлігі. Халық қиялынан туған мәңгілік символ сияқты. Алдар көсе деген сенбісің? Иә, мен болам. Айшы шынымен сен кез келгенді алдап соғасың? Айдан, жұрт та şeyін айта береді. Алдайтын тақиямды кимесем, мен шыбынды да алдай алмаймын.